Сәлем, менің атым Пакия және мен бірнеше тілде еркін сөйлейтін тіл маманымын. Бүгін мен бір ғана грамматикалық шаблонмен қалай жүздеген сөйлемдерді құрауға болатынын көрсетемін. Грамматиканы оңай демеймін. Себебі кез келген тілді үйрену үшін міндетті түрде грамматиканы үйреніп жаттау керек. Ең бастысы оны дұрыс әрі оңай тәсілдермен үйренуге тырысу. Неге шаблон әдісі жұмыс істейді? Көп адамдар тіл үйрену барысында грамматиканы тек қана ереже жаттаумен ғана шектейді. Бірақ біздің миымыз ережелерді емес, үлгіні, контексті жақсы қабылдайды. Сондықтан дайын сөйлем құрылымдарын жаттап және ол жердегі сөздерді басқа да әртүрлі тақырыптардағы сөздермен ауыстырып қолдану өте тиімді. Мысалы, if I were you, I would шаблоны арқылы біз кез келген тақырыпта сөйлемдер құрай аламыз. If I were you, I would study more. If I were you, I will call her. If I were you, I wouldn't do that. Дәл осындай құрылыммен ары қарай өзіңіз қалаған тақырыпта сөйлемдер құрай аласыз. Енді ең танымал, өте жиі кездесетін шаблондарды қарап көрейік. Бұл сөйлем бізде сұрау сөйлемі. Have you ever plus етістіктің үшінші түрі. Have you ever tried Korean food? Have you ever traveled alone? Have you ever met a celebrity? Және бұл сөйлем құрылымдарымен жай ғана дәптеріңізге сөйлемдерді өзіңіздің нұсқаларыңызды жазып қана тоқтамай, міндетті түрде достарыңызға, қасыңыздағы бірге тіл үйренушілерге осы сұрақтарды қойып, бірге практика жасаңыздар. I wish I could, I wish I had. Өзіңіздің армандарыңыз туралы немесе біреуге өтініш айтқан кезде қолдануға болады. Күнделік жазған кезіңізде немесе өзіңіздің ойыңыз туралы бөліскенде қолданып көріңіз. I wish I could speak French. I wish I had more time. I wish I had studied harder. Келесі шаблон I'm used to plus етістік ing жалғаумен немесе кез келген зат есімді қоямыз. Бұл шаблонды қандай жағдайда қолданамыз? Мысалы, сіз өзіңіз туралы мен үйреніп кеттім немесе мен үшін бұл қалыпты жағдай деген сияқты өзіңіздің бұған дейін әдетіңізге айналған немесе қалыптасып кеткен іс-әрекеттер туралы, заттар туралы айтқанда қолданасыз. I'm used to waking up early. I'm used to cold weather. I'm used to studying every day. Келесі құрылымдар ағылшын тіліндегі ерекше мән беретін тіркестер. Бұлар бір әрекеттің маңыздылығын, оңайлығын немесе қиындығын білдіреді. It's important to. It's easy to. It's hard to. It's important to rest. It's easy to make mistakes. It's hard to stay focused. Енді осы шаблондарды күнделікті өмірімізде қолдану үшін, бізге ол әдет болу үшін, немесе жақсы есімізде сақталу үшін не істеуіміз керек? Ең бірінші, міндетті түрде берілген шаблондарды дәптеріңізге жазып, әрқайсысына кем дегенде 5 сөйлемнен өзіңіздің нұсқаңызды жазыңыз. Екінші қадам, күнде дауыстап айтып үйрену, яғни күнделікті қайталау процесін талап етеді. Үшіншісі, сериалдарды, фильмдерді көрген кезде, подкаст, музыкаларды тыңдаған кезде және де күнделікті өмірде адамдар тура осы шаблондарды қалай қолданады, соған мән беріп аңғаруға тырысыңыз. Және осы шаблондарды қолдана отырып, мини-диалогтарды құрастырсаңыз болады. Менен кеңес, грамматиканы тек ереже емес, сөйлеу үлгісі деп қарайтын болсақ, түсінікті әрі қызығырақ болады. Ойлаңызшы, сіз бір ғана шаблонмен жүздеген сөйлемдерді құрай аласыз. Ал егерде сіздің уақытыңыз аз болып, тіл үйренуге дұрыс көңіл бөле алмай жүрсеңіз, бір күнде тек қана 3-4 сөйлем құрап, оны айтып, дыбыстап, үйрену арқылы санаулы апталардың ішінде сіздің тіліңіз автоматты түрде жұмыс істей бастайды. Сіздерге тапсырма: шаблондармен жұмыс істеу, мысалдар құрастыру және оларды дауыстап айтып үйрену. Егер сізге бұл видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Алдағы видеода мен тағы да пайдалы шаблондар және де сөйлеу тәсілдерімен бөлісетін боламын. Тілді бірге оңай әрі қызықты үйренейік. Бай-бай!